қазақ елі. Қазақстан арнасында таңғы жаңалықтар. Эфир жүргізушісі Жеткергенова Тоқжан Бержанқызы. Мектеп ұстаздары мен оқушылары не себепті қуанышты? Алда өтетін аудандық психологтың виртуалды кабинеті байқауына мектеп жантанушылары қатыса ма? Және кабинеттері бұл байқауға дайын ба? Экранға назар аударайық. Мектептегі педагог-психологтың кабинеті психологтың әртүрлі жастағы балалармен, ата-ана және мұғалімдермен еркін қарым-қатынас жасауына ықпал ететін алаң болып табылады. Кабинет кеңістігі бірнеше функционалдық аймаққа бөлінген. Заманауи маманның жұмыс орны, ғылыми әдістемелік қамтылған. Психологиялық зерттеулерге қатысты компьютерлік қондырғылар, папка жинақтары бар. Кабинеттің көп бөлігін коррекциялық, дамытушылық және ойын алаңы алады. Бұл жерде түрлі үстелдік ойын үлгілері, конструкторлар, жұмсақ ойыншықтар бар. Сынып бөлмесінен айырмашылығы қолайлы, үй атмосферасын қалыптастыру көзделген. Бұл алаңда балалар немен шұғылдану қызықты екенін табады. Бұл ойын алаңының қонағы көбіне бірінші, екінші сынып оқушылары болып табылады. Бірлесе сурет салу, ұсақ моториканы дамыту өздігінен жүзеге асады. Жоғары сынып оқушыларымен профилактикалық топтық жұмыстар жасалады. Биылғы оқу жылынан бастап электронды журналдың іске қосылуына байланысты әлеуметтік желі арқылы оқушылармен диагностикалық жүргізуге арналған ноутбуктар іске қосылды. Кеңес беру алаңы жұмсақ жиһазбен жабдықталған, сенімді атмосфера құруға ыңғайлы. Оқушылар арасында қызығушылық оятқан, көңіл күй аралы. Бұл алаңда бала өз бойындағы мазасыздықты оңай жеңіп, жағымды ой айтады. Жарқыраған ағаш бала бойындағы даналыққа жол сілтейді. Кабинетте арт-терапия, құм терапиясы, музыка терапия, қуыршақ терапияны жүргізу жолға қойылған. Сенсорлық аймақ әр баланы тыныштандырып, сабырлы болуға жетелейді. Осылайша педагог-психологтың кабинеті білім беру саласында оқушыларға, ата-ана педагогтерге қолдау көрсету үшін арнайы жасақталған аймақ болуымен ерекшеленеді. Мүмкіндігінше кабинетті функционалды етуге атсалысудамын.